Бүгін жаңа бастау атты жас суретші мүсінші Сырым Мүсіреп өзінің көрмесін ашқалы отыр, соған куәгер болайын деп отырсыздар. Ал енді Сырым өзі мынау батыс өңірінде Ақтөбеде туып өскен, сол Ақтөбеде өнер лицейінде дизайнер суретші мамандығы бойынша білім алды. Қазіргі уақытта Қазақ өнер университетінің 2-ші курс студенті, мүсін мамандығы бойынша мүсін білім алып жатыр. Енді жалпы Сырым өзі жас болса да үлкен сала, мәдениет, оның ішінде өнер саласына алғашқы қадамын жасап жатыр. Мен ойлаймын, осы өткенде шабытқа қатысты, шабыттағы мен шығармашылық өзінің туындыларымен көргенмін. Онда әртүрлі темелерден қазір өздеріңізге куәгерлер боласыздар. Бір шығармашылық жұмыстарында философиялық терең, мағыналы, жан-жақты айқындалған жұмыстары солай қойылған, сөйтіп оны қазір көресіздер. Сондықтан да Сырымға айтатынымыз, мынау алғашқы жасап отырған жеке көрмен құтты болсын. Енді жалпы осы өнер саласында үлкен жолға аяқ бастың, жолың ақ болсын, алар асуың биік болсын, шығар тұғырың берік болсын. Енді жассың, енді мынау алғашқы көрмен әрине толғаныс болады. Енді бір 5 жылдан кейін біз Сырым Мүсірепті білеміз, 10 жылдан кейін білеміз. Ол кезде бір кемелденген, үлкен атақты суретші, дизайнер, суретші, мүсінші болады деп мен өзім сенім артамын. Ал енді мына жерде ата-анасы да толғанып тұрған шығар, баламның алғашқы мынау жеке көрмесі, оның ішінде Астана қаласында Тәуелсіздік сарайында өтіп жатыр. Екінің бірі бұл Тәуелсіздік сарайында көп жағдайда бұндай жас суретшілер өткізуі екіталай. Сондықтан да балалардың алғашқы қадамы құтты болсын. Сіздерді тек қана осындай шығармашылық жақсы туындылармен үлкен әлемнің сахналарында, әлемнің көрмелерінде көріне берсін. Біз тілекшіміз. Ал енді бүгін көрмені тамашалауға келген қонақтар, жастар, сіздерге де жұғысты болсын. Өнер саласы, Қазақстанда мәдениет ішінде өнер саласы ол үлкен сала. Жан-жақты өнер саласында жүрген адамның көзі ашық болады, білімді болады, жан-жақты болады. Сондықтан да барлықтарыңызға осындай көрме, жеке көрме өткізу жұғысты болсын дейміз. Ал енді мына бүгінгі көрмемізді Мүсіреп Сырымның көрмесін ашық деп жариялаймыз. Армысыздар, құрметті ханымдар мен мырзалар. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар. Өмір өзен, тағдыр толқын өтпелі, сағасынан сарқырап жатқан тау бұлағындай мөлдір, сап алтындай таза өнер, сиқырлы әлем, тылсым күш, есігі әркімге бір ашыла бермейтін ғажайып қақпа. Өнер, сен қаншама адамдардың бойынан ерекшелік болып байқалып, барса келместей алыстарға жетеледің. Айналасына шуақ шашқан күн нұрындай жарқырадың. Сан ғасыр бойы қалыптасып, жаңа заманға, жаңа дәуірге де жеттің. Міне, бүгін дәл осы жерде жаңа ғасыр жастары жаңа бастауларын бастап кетті. Алғы сөз кезегі суретшілер одағының мүшесі, мәдениет үздігі Назарқұлов Ерлан мырзаға беріледі. Саламатсыздар, құрметті көрермендер. Біз бүгін Сырым ініміздің осындай жеке көрмесіне келіп, үлкен бір куәгер болып отырмыз. Енді мен өзім ойымнан айтайын дегенім, осы Сырым өте жас, талантты суретші деп айта аламын. Себебі 2-ші курста жеке көрме жасау деген бұл үлкен жетістік, үлкен дәреже. Қазіргі заманда біз барлығымыз суретшілердің жағдайын бәріміз түсінеміз. Өте қиын суретшілерге. Соған қарамастан осы жастардың ішінен ортасын сайып шығып отырып, Сырым сияқты інілеріміз тек қана жеке көрмеден бөлек мынау басқа да Астана қаласында, Қазақстан бойынша да басқа да жастардың арасында көрмелерге, үлкен суретшілердің арасында көрмелерге ат салысып, қатысып жүрген осындай жастар үшін біз бір қуанып, бір қол шапақтап қояйық. Ал енді мен өзім Сырыммен біраз уақыт болды араласып жүргеніме, біраз жұмыстарын көріп, тәнті болдым деп айта аламын. Себебі
осындай жас кезінен сондай керемет мүсіндерді жасау деген ол әрбір суретшінің даже үлкен суретшілердің де қолынан келе береді деп айта алмаймыз. Қазір біз көрмеге барып қарасақ, сырымның мысалы ана жұмыстар мүсіндерін жақсылап қарайтын болсақ, бұл деген өте бір сондай үлкен бір қиын неде жасалынған жұмыстар. Сондықтан мен үлкен баға берерім де сол. Сырымның мүсіндері және де мынау кенеп майлы бояулардың жұмыстарына қарасақ, өте тамаша бір кеңістіктерді де білдіреді. Және де бір профессионализмнің дәрежесіне жеткен бір өнердің дәрежесін көрсетеді деп айта аламыз. Сондықтан Сырымның мына бүгінгі сенің жеке көрмен құтты болсын. Болашақта сенің өнеріңді тек қана Қазақстанда емес, сол сияқты бүкіл шетелде өнеріңді көрейік. Біз сонымен мақтаныш етіп, әрқашанда сонымен қуана берейік. Рахмет. Келесі сөз кезегі Қазақстан Республикасының Көркем Академиясының академигі Аманат Назарқұл мырзаға беріледі. Қайырлы кеш, құрметті ағайын, жастар, жиналған. Мынау біріншіден көктемнің мерекесі құтты болсын. Кешегі халықтар достығы күні. Мінекей мынау жарқыраған көктем күнінде осындай жеке көрмеге осы бүгінгі болып жатқан Сырым ініміздің көрмесі құтты болсын. Сырым, айналайын, бері кел. Сенің көрмең, сенің қуанышың алғашқы ең бірінші мінекей осы зәулім сарайда, үлкен мынау тәуелсіздік сарайында осындай көрме жасап, мынадай халықты жинап, өзінің жеке шығармашылығында паш етіп, көрсетіп, бұл үлкен еңбек, үлкен ерлік және талант. Бұл сенің қуанышың. Мінекей келіп отқан ата-анаң келіп отыр, жора жолдастарың келіп отыр. Кәсіпқой суретшілер біз келіп, осы мынау сені қолдап, бір жағынан жақсы тілегіміз білдіргіміз келіп отыр. Сырым батырайымға. Не дейміз? Мынау өмір, өнер деген ол өзі үлкен адамның бойына біткен қасиет. Сондай үлкен қасиет Сырым сенің бойыңда бар. Не дейміз? Бұл өнер ізгілікті жақсы көреді, ізденісті жақсы көреді, еңбекті жақсы көреді. Тынбай еңбек етсең жетесің, ізгі болсаң. Не дейміз? Алғашқы көрмем құтты болсын. Осы бірінші бастау қадамың жақсы басталсын. Мінекей жақсы басталып жатыр. Сол жалғасын тапсын. Біз сенеміз, кәсіпқой суретшілер академик ретінде сенің болашақта осы Қазақстанның бейнелі өнеріне үлкен болашақта үлес алып келіп қосатыныңды сенеміз. Ата-анаңа рахмет. Осындай тәрбиелі, мынандай жақсы, осындай қазақтың азаматын тәрбиелегендеріңізге рахмет. Мінекей құтты болсын. Рахмет. Бүгін залда өзінің күмірлеген күй шашуын алып келген республикалық және халықаралық өнер байқауларының лауреаты Дүзелбай Әлизаттың өнерін тамашалайық. Нұрғизат Тілендиевтің күйі Әл-Қисса.
Ұстаз жақсының ұстанымы жақсы демекші бүгінгі сырмолдарыңыздың Аманжол Бекенұлы ұстазы келіп қалыпты. Сөз кезегі өзіңізге беріледі. Енді құрметті қауым, бүгін ұстаз шәкіртіміздің көрмесіне қош келдіңіздер. Енді сырымға келетін болсақ, сырым өте еңбекқор, сондай шәкіртіміз енді еңбекқор, өзінің негізгі ойын ортаға салатын сондай шығармашылық жұмыстар жасап жатады. Соны қазір қойысып отырсыздар. Енді айтады, біз негізі тәуелсіз жас мемлекетпіз. Сол біз енді қарап отырсаңыздар, жастарға сенеміз. Соның бір не істеп айтуға болады. Бұл жас, соның дәлелі деп айтылған. Бұл жастарға сенеміз деген біз көзқарастамыз. Енді өте шығармашылық табыс тілеймін. Тек Қазақстан емес, бүкіл әлемде танымал суретші, мүсінші болуға тілектеспін. Көп рахмет. Алайда құрметті қонақтар, бүгінгі іс-шарамыздың басты себепкері сырымның әкесі Қарабаев Иламан мырзаға сөз кезегін берейік. Сырымолдарыңыздың әкесі. Құрметті ағайын, жиналған жастар, баламыздың шығармашылық кешіне қош келдіңіздер. Тәуелсіздік сарайының әкімшілігіне рахметімді айтамын. Сырым туралы айтатын болсам, бұл балама Алланың берген сыйы. Екіншіден, баламның мына өнерге деген төзімділігі, шыдамдылығы. Ал балам шығармашылық кеші құтты болсын, барлығыңызға жұғысты болсын, жастар Қазақстанды дамыта берсін. Бүгінгі көрмедегі эволюциялық мүсінде биік тағылым тартыстың мақсат пен адам мүмкіндігін көреміз. Адам аспандағы құсқа қарап отырып, өзінің де қалықтап ұшып жүргені айқын көрініс табады. Ал нақ бейнесі жоқ ортаңғы бөлшегі үнемі жандану динамикасын көрсетеді. Сондай терең философияға толы шығармалар біздің көз алдымызда. Суретші жасаған бейнені қарапайым адам көзімен көру қиын. Олай болса, біз бәрін айтпай қояйық, кезекті көрермендерге берейік. Жұмыс тақырыбына қарап философиясын мына қалың көрермен таппас бұрын, бүгінгі іс-шарамыздың басты кейіпкері сырымолдарыңызда сөз кезегі. Ассалаумағалейкум, қалың елім қазағым. Осы жеке шығармашылық көрме бұл жай ғана бір индивид тұлғаның көрмесі емес, бұл қазақтың жаңа жаңғыру бағытындағы жаңа жастардың көрмесі, бұл болашақтың көрмесі, айқын бедел алар асудың көрмесі.
бұл болашақ, бұл біздер, жастар. Жаңа бастауларыңыз баршаға құтты болсын. Ең алдымен осы сөзімді ата-бабама, қасиетті қазақ халқыма арнаймын. Соның ішінде өзіміздің әуелгі мәдениетіміз, салтымыз, дәстүріміз, дініміз. Соған мың тағзым, басымды иемін. Осы шығармашылық сәтімді алдымен биік белестерді талмастай асуларды бағындырған, біздерге мұрағатты жол салып кеткен сонау бабамның рухына, және де осы қазақтың қолданбалы мүсін, және де қандай мамандықта болмасын өнеріне, жалпы өнеріне басымды иіп тағзым етемін. Оның ішінде жалпы сөзбен айтқанда өнер бөлінбейді, өнер тармақталады. Бірақ әр автордың өнерді жеткізілуі әр қалай, әр ұлттың қабылдауы әр қалай, әр қазақтың биік белестерді, алпауыт шыңдарды бағындыруы біркелкі және де бірлікті құрайды. Рахмет сіздерге. Осымен жеке шығармашылық көрмемнің ашылу мәресіне келіп жетті. Мен ортаға өзімнің әкемді және де ұстазымды Аманжол ағайды және де Ерлан Назарқұлды шақырғым келеді. Ал осымен бастасақ. Шабалақтап демеу көрсетіп отырыңыздар. Көрмеміздің лента теориясы. Жаңа бастау көрмесі. Осылай бір сұрақ. Hoş geldiniz. Көрме тамашалап жатқан адамдар, бүгін кішігірім дастархан дайындап, фуршет дастарханы, кішігірім ауыз тисеңіздер болады. Кішігірім дастарханы, фуршеттен ауыз тиюдер ұстаймыз.
Твоя помощь будет. Это видео бы. Видео? Я фильм делаю. Делаешь видео? Скинешь мне? Видео, да. С этим
жатыр да қасиет жоқ ашылмаған екінші сыры бар екінші Димаш соны айтайын дедім Димаштың бәрі болсын деп айтып